Дөкейдің баласын жазадан құтқару үшін қасындағы досын құрбан қылмақ. Алматыда 17 жастағы жігіт жазықсыз сотталайын деп жатыр. Бұл малдың монологы. Арнаға жазыл, лайк бас, біз бастаймыз. Олым досына көмекке барамын деп басы бәлеге қалды. Жарты жылдан бері әділдік іздеген Әнуарбек Иманбеков шындыққа жете алмай жүрмін деп шырылдайды. Жас өспірімдердің арасындағы төбелесте ешкімге пышақ сұқпаса да, ұлы Арсеннің күдікті деп танылып, қасындағылардың куәгерлерге айналуын түсінбей дал. Ешкімді қамаған жоқ, бәрін жібере салды, мен баламды қамап тұрды бұл жерде. Осы уақытқа дейін бәрі бірақ қамалғанда, осы уақытқа дейін анық қана кім өлтіргені ол жерде шығатын еді. Аққарасы шығатын еді. Олардың бәрі куәгер болып жүр просто. Бір как будто менің балам соларды ертіп алып, сол разборкаға барып, менің балам тығып, сондай сияқты болып тұр да әңгіме. Әділеттік жоқ болып тұр бұл жерде. Бұның соттың болып жатқанында мына жерде созып жатыр. 4-5 ай болды дело сотта жатқанына, 5 ай болды. Бір жас өспірім өлген атышулы істе бүгін тәуелсіз сарапшылар сотта жауап берді. Оқиға орнында табылған пышақта ешқандай қан ізі анықталмаған. Сондай зерттеу жүргізетін мамандар дәлел ретінде келтірген пышақтың қылмысқа қатысы болмауы да мүмкін деген ойымен бөлісті. Само орудие преступления. Қылмыс жасаған қару әлі табылмады. Сонда қалайша оған негізсіз айып тағады. Іс бір жақты қаралып жатыр деп есептейміз. 3 сараптама жасалды. Пышақты сүртіп тазалағанның өзінде ДНК ізі қалады деген қорытындысын айтты. Алматыда жасалған сот медициналық сараптамасы да ДНК ізі жоқ екенін көрсетті. Нақты дәлелсіз қалайша адамды соттауға болады. Жауапқа тартылған куәгерлердің ешқайсысы нақты менің қорғауымдағы жігіттің өлтіргенін көрдік деп айтпады. Сондықтан бұл іс бойынша жазықсыз адам сотталмауы тиіс. Бұл істе тағы бір айғақ пайда болды. Кінәлінің айып тағылған Арсен емес басқа жігіт екенін айтқан куәгердің аудио жазбасы табылыпты. Судья оған қатысы бар адамды келесі отырыста тыңдаймыз деген тоқтамға келді. Мәлде шақырып тұр, бұл жерде тыңдауымыз керек. Біреу айтты деген, естідім деді ме, өзі көрді ме, айтсын осы жерде. Ашық сот отырыс болғаннан кейін солай шешілу керек. Отырыстың аяғы шуға ұласты. Бүгін куәгер ретінде жауап берген сол төбелеске күдіктіні шақырған жігітке неге шындықты айтып мойындамайсыңдар деген Арсеннің жақындары шүйлікті. Келесі отырыста жауап беретін куәгердің әңгімесінен кейін бұл істе жаңа жайттың беті ашылуы да мүмкін. Арнаға жазылып пікір қалдыр, айтарымыз алда.